Келесі тапсырма жасау. Мысалы, көз жасау қолмен. Көздің тақырыбын жазасыз, уақытын жазасыз және бірінші сұрақ және жауаптарын жазасыз. Сосын дұрыс жауапты белгілей аласыз. Сұраққа мәтін түрінде жаза аласыз, немесе сурет жүктей аласыз. Жауаптарға да мәтін түрінде жаза аласыз, немесе сурет жүктей аласыз. Жасаған көз тапсырмаңызды ойынды сақтау батырмасын басу арқылы сақтай аласыз. Сақтау мүмкін болмады, көз тақырыбын енгізіңіз. Бұл жерде тақырып енгізілмеген. Дұрыс нұсқасын белгілеңіз дейді. Мұнда барлығында жауаптар әлі толық енгізілмеген. Сұрақ қосу батырмасын басу арқылы осылай сұрақтарыңызды жаңадан қоса аласыз. Екінші сұрақ. Қайтадан сұрақ қосу. Ойынның сұрағыңызды көзіңізді жасап болғаннан кейін ойынды сақтау батырмасын басу арқылы ойыныңызды жеке кабинетіңіздегі менің сақталған ойындарым бөлімінде таба аласыз. Қаласаңыз, жөндеу батырмасын басып жөндей аласыз. Және сабақ барысында бастау батырмасын басып қолдана аласыз. Осындағы барлық ойындарды сақтау батырмасын басу арқылы менің профилімнің ішіндегі менің сақталған ойындарым бөліміне сақтай аласыз. Бұл сіздің бұл жасаған ойындарыңызды сабақ барысында кез келген уақытта қолдануға мүмкіндік береді. Келесі. Симуляторлар. Математика, физика, химия, биология және жер шары және ғаламшар. Мысалы, химияға кіріп қандай да бір тақырыпты іздеуге болады. Іздейтін тақырыбыңызды осында жазсаңыз, егер бар болса сұрыпталады. Үстінен басасыз, ол жаңадан браузерде ашылады. Деректер, бөлшектер, қазақша барлығы. Курстар. Мәзірі. Бұл жерден қаласаңыз, өзіңізге ұнайтын курстарды таңдау арқылы сатып ала аласыз. Тапсырыс беру. Мәзірі. Бұл жерден тапсырыс бере аласыз. Мысалы, ашық сабаққа жүйе құралдарын жасап беремін дейді. Үстінен басасыз. Барлық түсіндірулерін оқисыз. Егер жасатқыңыз келсе, тапсырыс беру батырмасын басасыз. Толығырақ білгіңіз келсе, толығырақ батырмасын басасыз. Егер осы екі батырманы бассаңыз, сізге осы құралды ұсынып атқан, осы тапсырысты ұсынып атқан адамның WhatsApp-ына барасыз. Және қорықпаңыз, бұл жерде барлығы сенімді. Мұғалімдерге сайт немесе платформа жасаймын. Үстінен басамыз, оқисыз, тапсырыс беру немесе толығырақ батырмасын басасыз. Бұл жердегі белсенді тапсырыстар тізімі сенімді. Себебі бұл жерде сырттан ешқандай мұғалімнің тапсырыстары қабылданбайды. Бұл жердегі тапсырыстардың барлығы осы платформаны жасаған, осы платформаның негізін қалаушы менің тапсырыстарым. Яғни сіз бұл жерде тапсырыс беру батырмасын бассаңыз, немесе сайт жасатқыңыз келсе, платформа жасатқыңыз келсе, тура осы мұғалім тек платформасы сияқты платформа жасатқыңыз келсе, тапсырыс беру батырмасын бассаңыз, менің WhatsApp-ыма келе аласыз. Сол жерден маған хабарласуға болады. Курстарда менің курстарым, сондықтан қорқудың қажеті жоқ, сенімді. Тақта мәзірі. Сабақта қолданатын тақта. Ойындар. Ортақ қор.
Тапсырма жасау және интерактивті ойындар мәзірін таныстыру барысында таныстырдым. Бұл жерде басқа мұғалімдердің жариялаған ойындарын көре аласыз және оларды бағалай аласыз. Сіз де осы мәзірге өзіңіздің ойыныңызды жариялай аласыз. Ол үшін оң жақ жоғарыдағы адамның бейнесін басып, менің профилімді басасыз, төмен қарай түсесіз, өзіңіздің сақтаған ойындарыңыздың кез келгенін жариялауға болады. Жариялау батырмасын басамыз, я жариялаймын. Сәтті аяқталды, жарайды. Ойындар мәзіріне барсаңыз, сіздің жариялаған ойыныңыз осында сақталады. Басқа мұғалімдер ойынды бастау батырмасын басу арқылы бұл ойынды ойнай алады. Сабағында қолдана алады. Немесе көшіріп алу батырмасын басу арқылы өзінің менің сақталған ойындары мәзіріне көшіріп ала алады. Және өзіңіздің жасаған ойындарыңызды не себепті бұл жерге жариялауыңыз керек? Оның сізге қандай пайдасы бар? Менің жетістіктерім деген бөлім бар. Сіз осы бөлімдердің осы 4 бөлімнің 4-еуінде толықтай белсенді еткен уақытта сізге пронұсқасын алуға мүмкіндік болады. Яғни осы платформаның пронұсқасын алуға мүмкіндік болады. Яғни ешқандай ақша төлемей, тегін түрде осы платформадан пронұсқасын ала аласыз. Бірінші белсенді бастаушы, яғни бір ойынды сақтаңыз дейді. Бұл жақтан кез келген бір ойынды жасап, сақтайтын болсаңыз, бастаушы белсенді болады. Жомарт ұстаз, бір ойынды жариялаңыз. Өзіңіздің жасаған ойындарыңыздан кез келген біреуін жарияласаңыз, жомарт ұстаз белсенді болады. Егер 20 ойын жариялайтын болсаңыз, сарапшы белсенді болады. 40 ойын жариялайтын болсаңыз, AI шебері белсенді болады. Яғни жариялау, қайталап айтамын. Өзіңіздің жасаған ойындарыңызды жариялау батырмасын басу арқылы ойындар мәзіріне жариялау. Бірақ 40 ойын жасап, яғни осы 4 ненің деп айтамыз, 4-еуі де белсенді болған уақытта мына батырма сізде белсенді болады. Сол белсенді болған уақытта осы батырманы бассаңыз, маған сіздің өтінішіңіз келеді. Яғни мен бұл жердегі 4 шарттың 4-еуінде орындадым. Маған ақшасы төлемейтін тегін түрде про нұсқасын беріңіз деп келеді сізге. Мен сіздің сосын жасаған ойындарыңызды ортақ ойындарға кіріп тексеремін. Егер жасаған ойындарыңыз сапалы болса, өте жақсы болса, мен сізге ешқандай сізден ақша сұрамай, тегін түрде осы сайтқа пронұсқасын беретін боламын. Бір айға. Сіз пронұсқасын алсаңыз, мұндағы чат-ботты тегін түрде пайдалана аласыз. Бейне кеңесшіні тегін түрде пайдалана аласыз. Барлық жиі құралдарын тегін түрде пайдалана аласыз. Келесі мәзір чат-бот. Бұл жерге өзіңіздің кез келген сұрағыңызды жазып жіберу арқылы бұл жерден чат-ботпен әңгімелесе аласыз. Бейне кеңесші сабаққа қолдануға өте ыңғайлы. Мысалы, алгебра туралы айтып беріңіз деп жазып, жіберу батырмасын бассаңыз, жасанды интеллект сізге алгебра туралы айтып беретін болады. Бұл оқушылардың сабаққа белсенді қатысуына, сабаққа қызығушылық танытуына көмектеседі. Әйел мұғалім батырмасын басу арқылы ер мұғалімге алмастыра аласыз. Немесе робот мұғалімге алмастыра аласыз. Жиі құралдары. Газет журналға мақала жазғыза аласыз. Ғылыми мақала жазғыза аласыз. Әдістемелік мақала жазғыза аласыз. БЖВ, ТЖВ құрастыра аласыз. Тағы көптеген тамаша құралдар бар.
авторлық бағдарлама құрастыруға болады. Сізге 60-70, даже 80 беттік авторлық бағдарлама жазып бере алады. қымызы құрастыра аласыз. Және де сабақ трейлері және Comics Maker деген тамаша қызықты құралдар бар. Бұл құралдар сізге пронұсқасын сатып алған уақытта ғана қолжетімді болады. УВТ және аттестация. Осы репетитор құралын басып, кез келген сабақ бойынша, кез келген пән бойынша өзіңіздің сұрағыңызды қоюыңызға болады. Мысалы, мен 9-шы сыныптың тригонометриясын түсінбедім. Кез келген бір тақырыбын жазып, соны түсінбедім деп жазсаңыз, сізге сол тақырыпта толықтай түсіндіріп беретін болады. Формулалар жинағы, мұнда кез келген формуланың атын жазсаңыз, және іздеу батырмасын бассаңыз, сізге бұл сөздікте формуланы тауып береді. Термин сөздігі, кез келген бір сөзді жазсаңыз, сізге және іздеу батырмасын бассаңыз, сізге сол сөздің қандай мағына беретінін тауып береді. Медиа студия, иллюзия мәзірлері. Бұл мәзірлерде пронұсқалар үшін қолжетімді. Келесі мұғалімдер чаты. Осы мұғалімдер платформасында тіркелген барлық мұғалімдер осы жерде чатқа қосыла алады, бір-бірімен сөйлесе алады. Бірақ бұл чат менің тарапымнан уақытша жабылды. Админге ұсыныс жіберу мәзірі. Егер сіз осы платформаны қолдану барысында қандай да бір қате тапсаңыз, немесе интерактивті ойындар тапсырма жасауда осындай, немесе кез келген бір ойын жасап беріңіз деп өтініш айтқыңыз келсе, осында жазуыңызға болады. Осындай ойын жасап беріңіз, интерактивті ойындар мәзіріне осындай ойын қосыңызшы деген сияқты ойларыңыз болса, осында жазып, хабарламаны жіберу батырмасын бассаңыз болады. Немесе бұл сайтты қолдану барысында қандай да бір қате тапсаңыз, онда сол қатені жазу арқылы хабарламаны жіберу батырмасын басып жібере аласыз. Сіздің хабарлаңыз сол мезетте маған келетін болады. Және де осы сайтты қолдану барысында қандай да бір қате тапсаңыз, оң жақ төменгі бұрыштағы қызыл батырманы басыңыз. Және осы жерге сол қате туралы жазыңыз. Кейін жіберу батырмасын басыңыз. Сіздің жазған хабарламаңыз сол сәтте маған келеді. Және мен артынша жылдам сол қатені дұрыстайтын боламын.